Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге қазақ тілі сабақтарында көйсіз викториналарын қалай қолдануға болғанын көрсеткім келеді. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Біз үлкен тақырыпты өттік. Отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер. Бүгін осы тақырып бойынша викторина ойнаймыз. Google Chrome браузерында quizzes.com сайтын ашамыз. Ойынды бастаймыз. Ойын коды 51. Басында 51, 57, 03. Келесі атымызды жазамыз. Иә, атымызды жазамыз. Атымызды жаздық па? Иә, жаздық. Енді қараймыз, кім қосылды, неше адам? 10 адам, 11 адам. Неше ойыншы бар? 10. 12 тағы бір адам. Рузананы күтеміз. Балалар, Рузана қосылды. Ойынды бастаймыз. Жақсы ма? Иә. Ал 1, 2, 3.
жерде қазір экранға шығарам. Экрандарында бар, міне қараңдар. Қателерді қарайық. Бірінші орында бізде Алина, 2 қатесі бар. Одан кейін Рузана 2 қате. Рузанада 2 қате, сосын Сашада 3 қате. Қандай қателер бар? Назар, сосын Анель, соңғы орында бізде Ясмин. Балалар, қазір біз қателерді дұрыстаймыз, я? Қандай қателер бар? Мынау, батаның түрлері. Кім айтады? Қандай батаның түрлері бар? Ал, Рузана. Аз батасы, жол батасы, келер бата, Рамазан. Жақсы. Қараңдар, мына жерде үлкендерге қалай құрмет көрсетуге болады? Көшеден өтуге көмектесу және қараңдар, кеңес беру. Қалай береміз кеңес беру? Советы давать. Советы давать. Мы разве даем советы старшим? Жоқ. Біз кеңес аламыз. Дұрыс па? Кеңес аламыз. Батаны кімдер айтады? Көпті көрген қариялар және Алина. Дана әжелер. Дұрыс. Батаның түрлері қайтадан. Жақсы. Мына жерде отбасы дәстүрлеріне не жатады? Дүкенге бару. Бұл дәстүр ма? Жоқ. Үлкенге жол беру. Дұрыс. Ал еден жуу? Жоқ. Еден жуу қалай аударамыз? Мыть пол. Это разве традиция, ребята? Жоқ. Қонақ бөлмені жоғары жағында орналасқан орын. Бұл не? Қонақ бөлменің дұрыс айтады. Қараңдар. Төрде кімдер отырады? Төрде қонақтар, дана әжелер және қонақтар отырады. Жақсы, тамаша. Ал балалар, біз үйде үлкендерге қалай құрмет көрсетеміз? Біз оларға жол береміз, өте көмектесеміз. Үйде қалай көмектесеміз? Не істейміз? Кім айтады? Үйде не істейміз? Қалай көмектесеміз? Карим? Тарелки, жуамыз, жан сотиеміз, және анама көмектесеміз. Тамаша. Жақсы. Батаның түрлері. Мына жерде тілек бата, аз батасы. Қандай түрі жоқ? Жол батасы жоқ. Рамазан батасы жоқ. Балалар, батаның қандай түрлері бар? Батаның түрлері жол батасы, аз батасы және Рамазан батасы. Және қандай бата? Тілек батасы. Дұрыс. Ал батаны кімдер айтады? Батаны дана әжелер, қариялар және үлкендер айтады. Тамаша. Ер адамдар қалай амандасады? Амандасу? Здороваться. Ассалаумағалейкум. Дұрыс Алина айтады. Ассалаумағалейкум және Карим. Дұрыс айтады. Ал сәлеметсіз бе қайда амандасады? Сәлеметсіз бе деп? Мектепте. Және көшеде, мектепте амандасады. Балалар амандасады, жақсы. Бата адамға не үшін керек? Қалай аударамыз? Да, что дает? Для чего нужно? Для чего нужно? Ну что дает? Күш береді және жол ашады. Уақытты алу үшін қалай аударамыз? Уақыт алу үшін. Уақыт. Время алу. Чтобы забирать время, мы говорим бата. На жерде қараймыз. Вопрос, на который ответили практически все. Нені қайталауымыз керек бізге? Бата түрлері, және отбасы дәстүрлері. Дұрыс па? Иә. Иә, жақсы.